Алла тағалаға жалбарынып, күнәләріміздің кешірімін тілейтін истиғфарлардың ең үлкені ол тәсбих намазы. Пайғамбарымыздан жеткен хадисте пайғамбарымыз осы намазды күнде оқуға, оған мүмкіндік болмаса аптасында бір рет оқуға, оған да уақытымыз болмаса айында бір рет оқуға, оған да мүмкіндік болмаса жылында бір рет оқуға, ең болмаған кезде өмірде бір рет осы намазды оқуға қызықтырған екен. Жалпы тәсбих намазы былай оқылады. Бірінші, Алла ризалығы үшін тәсбих намазын оқуға ниет еттім деп, Аллаху акбар, осылай тәкбір алып, намазға кіреміз. Осы намазға бастағаннан кейін біз сәна дұғасын оқимыз. Субханака Аллахума бихамдик деп басталатын сәна дұғасын оқимыз. Сәна дұғасынан кейін 15 рет Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар деген тәсбихті, мадақ сөзді 15 рет айтамыз. 15 рет айтып болғаннан кейін Ауз бисмилланы айтамыз, Фатиха сүресін оқимыз және қосымша сүре оқимыз. Кез келген бір қосымша сүре оқимыз. Одан кейін 10 рет Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар деген тәсбихті 10 рет айтамыз. Одан кейін 10 рет айтып болған соң Аллаху акбар деп бұлай рукуге барамыз. Осы рукуде жоғарыдағы тәсбихті тағы 10 рет айтамыз. Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. 10 рет айтқан соң рукуның тәсбихін айтамыз. Субхана раббил азим деп 3 рет айтамыз. Сами Аллаху лиман хамида. Басымызды көтереміз, рукуден тұрамыз. Осы жерде жоғарыдағы тәсбих Субханаллахи валхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар деген тәсбих 10 рет айтылады. Одан кейін Аллаху акбар деп сәждеге барамыз. Осы сәждеде жоғарыдағы тәсбихті тағы 10 рет айтамыз. 10 рет айтып болғаннан кейін сәжденің тәсбихін айтамыз. Субхана раббил аъла деп 3 рет немесе 5 рет, 7 рет дегендей. Аллаху акбар деп басымызды көтереміз. Осы жерде жоғарыдағы тәсбихті Субханаллахи валхамдулиллахи деп басталатын тәсбихті тағы 10 рет айтамыз. Одан кейін Аллаху акбар деп екінші сәждеге барамыз. Осы жерде тағы 10 рет тәсбих айтамыз. Одан кейін 3 рет немесе 5 рет сәжденің тәсбихін айтамыз. Субхана раббил аъла деп. Одан кейін Аллаху акбар деп осылай бірінші рәкатымызды бітіреді екенбіз. Осылай қарата 4 рәкат оқығанымыз жақсы. Яғни осы рәкеттерді біз 4 рет қайталаймыз. Екінші рәкаттан кейін отырып ат-тахият дұғасын оқимыз. Алла тағала құлшылықтарымызды қабыл қылсын.